Бір күні орманда мейірімді әрі еңбекқор ешкі өмір сүріпті. Оның үйінде сүйкімді, ақылды, 7 кішкентай лағы бар екен. Ешкі лақтарын қатты жақсы көріпті. Бір күні ешкі азық әкелу үшін орманға кетпек болып, мен келгенше есікті ешкімге ашпаңдар, менің даусымды таныңдар, мен келгенде ғана ашасыңдар, деп ескертіп кетеді. Лақтар басын изеп, жарайды анашым, деп қуана жауап береді. Бірақ орманда өте қу, аш қасқыр жүр екен. Ол ешкінің сөзін естіп қойып, лақтарды алдап жеп қоюды ойлайды. Үйге келіп жуан даусымен, лақтарым, ашыңдар, бұл менмін, сендердің аналарың. лақтар бірден таниды. жоқ, сен біздің анамыз емессің, анамыздың даусы жұмсақ. Қасқыр ашуланып даусын жұмсартпақ болып, өз айласын жасайды. Тағы да келеді. Лақтарым, ашыңдаршы. Бірақ лақтар есіктің төменгі жағынан қасқырдың үлкен қара тырнағын көріп, жоқ, бұл анамыз емес, анамыздың тұяғы ақ. дейді де есікті ашпайды. Сөйтіп қасқырдың айласы орындалмайды. Күн батып ешкі қайтып келеді. Лақтар жүгіріп шығып бәрін айтып береді. Ешкі лақтарын құшақтап, ақылдыларым менің, ешкімге алданбадыңдар деп сүйсінеді. Сөйтіп бәрі бірге үйге кіріп, кешкі тамақтарын жеп, ойнап күліп жатады. Ал қасқыр болса өз айласынан ештеңе шықпағанына өкініп, орманға қайтып кетеді. Балақайлар, бөтеннің сөзіне ерме, тек шындықты ажыратуды үйрен. Бөтен адамға есікті ашпаңдар.